А что, разве нельзя сделать так? Детей отправить в школу, школу закрыть на карантин. Я бы им кушать носила с удовольствием, всем четверым. А то у меня уже нервный тик начинается. Доброе утро. Вова уроки делать не будет, мы все из-за него поругались с дочерью, он всем сделал нервы. Ему так неудобно, в телефоне не видно, камера дурацкая, 100 причин. Мы не будем так заниматься. Вот закончится карантин, пусть в школе сам занимается. Саламатсыз ба апай, ағайма апайма кім еді? Бұның әрқайсының сабағын әр уақытқа бір белгілеп жіберсеңдерші, үйдің бәрін жанжал қылмай. Бәрін сабағын бір кезге жібергенсіз қазір үйде өз ұшақ телефон бар. Жанжал болып отыр үйде қазір. Кім сабағы қайсысы, бәрін бірдей жіберіп жатсыңдар қазір. Бір 8-ші класс, 4-ші класс, 5-ші класс, әйтеуір кешке шөр, әрқайсысын әр кезде жіберсеңдерші. Bir uаққа жібере бермей, барлық үйде жанжал қылып. Аматстан балалар 7 ертең бастап сабақ. Ана әке шешелеріңе айтыңыздаршы, дамбалын киіп жүрсін, камерада кешектей болып қалып жүрмесін. Сабақтың тақырыбы допты ыңғайлап алып жүру техникасы, қауіпсіздік ережелері. Оқушылар, мен сисилка жіберемін, видео сисилка соған қарап, сабақты орындайсыңдар. Егерім қатты сұрап кетпедің ба? Қатты сұрап кеткен жоқсың ба? Жаймен бір-екі сабақтан бастасайшы, мынауың не шырағым ау? Математика дедің, я дедік, әдебиет дедің, енді басқа не дейсің? Отырып алып сен, тек ата-ана біз әлі шайда ішкен сапсыз алып бер, расын айтқанда. Отырмыз сабағына қарап. Өзің түрмен не қаншақты? Мүмкін сен отырып ата-ана, бұл бала қаяқтан біледі 2-ші класс. Ренжімеймін, дайындай алмаймын мынандай қылып. Қойшы қараш керек не болса баланы келіп оқытыңдар. Маған бәрібір уже болды. Бір емес, 2 емес уже. Кетіп баратсыңдар ғой алаңсыз. Енді ананы істе, мынаны істе, отырайық кешке дейін.